Сәлем достар, сіздерге Данчик. Бүгін мен сіздермен бір тақырыпты обсудить етейін деп отырмын. Маған мән бермеңіздер, мен ауырып отырмын просто. Мен бүгін таңертең емес, уже сағат неше уже түс болып қойды ғой. Не суть. Мен, ойнайын деп кірем Free Fire'ға, и тут бац. Алло. Мен мұндай жаңалыққа анандай аккаунтымды жауып тастады, не істеймін деп қайырған жоқ. Неге деп сұрасаңыздар, мен өйткені бұның решениесін білем. Мен андай программа какой-то вирус кіргізетін Google'дан скачать анау істемеймін. Мен просто бүйтем. Настройка кірем, приложениемен басам, Free Fire'дың өзіне кірем, потом управление кэшем, и потом мына жерден астынан бәрін отклонить деп басам. Вот, қараңыздар, доступ к местоположению обязательно, получать список приложений тоже, имя и телефон, конечно, изменять настройки системы тоже. И если вдруг андай ойынның ішінен покупка жасайтын керек қалатын болса, жасау керек болып тұратын болса, сіздер негізінде жасай алмайсыздар. Но егер қатты жасағыларыңыз келсе, получить список приложений дегенді разрешить деп басуларыңызға болады. Кейде бірақ кірмей қалатын. Мен ұнатпаймын деп басадым, мен все равно через Google жасаймын донатты. И қайтадан кіреміз Free Fire'ға, но кірмес бұрын бүйтіп жасаймыз. То есть барлығын жоқ қыламыз. И Free Fire'ға қайтадан кіреміз. И тут бізді банд алып тастау керек. Достар, егер қазір Free Fire'ға кіретін болса, сіздерден лайк, подписка и колокольчик басып отырыңыздар, чтобы келесі видеоны сразу көру үшін, бірінші болып көргіңіз келсе. И қазір кіреді. Достар, келесі видеода мен лутбокстар ашатын болам. Ол видеоны да жібермей қарап көріп алыңыздар. Вот, достар, міне Free Fire'ға кірдік мінекей. Вот, енді қазір YT деген бастым, міне қараңыздар. 1, 2, 3, все, магия. Вот так вот. Осылай решение жасайды. Бұл жерде кішкене қараса глупый болмай, Google'дан решениесін іздеп, андай ютуберлер көрсететін различные программаларды, которые, то есть, қалай айтса болады, вирус кіргізетін телефонға, ондайларды сол жерден решениесін іздеу керек. Сіздермен бірге болған Данчик. Келесі кездескенше лайк, подписка и колокольчик не забудьте.